мақсада және мәслиха деген естиміз, сол сөзді соны шет жақсаса толық айтып берсеңіз қалай қолданылады деп Маслаха дегені пайда дегені, мафсада дегені зиян дегені. Маслаха дегені не? Пайда, мафсада дегені зиян дегені. Бұл нәрсе ол фуқахалар істететін, ғалымдар істететін нәрсе. Бір нәрсені істейін деп жатыр, онда мынандай пайда бар, мынандай зиян бар. Сауда емес бұл, шарғи мәселелер. Түсінікті ме? Мынандай істесең, шариғатқа мынандай зиян болуы мүмкін, мынандай пайда болуы мүмкін. Соны істесем дұрыс па, немесе істемей-ақ қойсам дұрыс па? Түсінікті ме? Оны қайбір нәрсе зиянды, немесе қайбірі пайдалы, пайдасы зиянынан көп па деген мөлшерді анықтау үшін оған білім керек. Түсінікті ме? Тура базарда пайда зиянды сен білесің ғой, мәгезініңде тауарындағы қалай, мынаны былай істесем қандай зиян болады, қандай пайда болады, басында қандай зиян болып тұрады да, сосын қалай ол зиян неге пайдаға айланып кетеді, сен базарыңды білесің ғой, дүкеніңді білесің. Тура сол сияқты шариғаттың өкімдерінде сондай нәрселер болады. Оны дұрыс қатесінің пайдасын зиянын айырып білу үшін оған білім керек. Әрбір адам бұл нәрсені мынау пайда, мынау зиян деп шешіп тастап бергені бұл дұрыс емес. Адам қателесіп қалады. Бұл үлкен бапта істетілетін бір заңдардан. Кейін және соған ұқсаған нәрсе бар. Екі зиянның қайбірі, екі пайданың қайбірі пайдалылау. Шейхұлислам Таймиғ айтады, қайбір пайдалы, қайбірі зиянды екенін көп ғалымдар біле береді. Бірақ екі зиянның қайбірі күштірек екенін, екі пайданың қайбірі пайдалылау екенін білу әркімде бола бермейді. Ол да және бір терең білімге қажет. Бұл әдетте ғалымдарға жүктелген уәжіп. Аллаху алам.